достар, Несіпбек Айтұлы ағамыздың балаларға арналған бірнеше өлеңдерін білеміз. Әсіресе оқулық, мектеп, жолың болсын деген өлеңдерін жаттаған шығармыз, иә? Айтпақшы, Несіпбек аға астанамыздың алтын алқасы атанған осынау бәйтеректі жырына арқау етіп, керемет поэма жазған ғой. Онда тағы не туралы жазды екен? Маған бір тамаша ой келді. Біз Несіпбек ағамыздың үйіне барып, қаламгер кітапханасымен кеңірек танысайық. Қаламгер кітапханасында бұдан да қызықты кітаптары бар шығар. Кеттік ендеше. Несіпбек Айтұлы ақын, халықаралық Алаш сыйлығының және Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығын иегері. 1950 жылы 22 қыркүйекте Шығыс Түркістанның Тарбағатай аймағы Шәуешек ауданына қарасы Теректі ауылында дүниеге келген. Ең алғашқы балалық деген өлеңі 1965 жылы Шұбартау аудандық Жаңа өмір газетінде жарияланған. Бөрі тостаған, құлан ойнақ атты кітаптары және Бөгенбай Бердіғожа Шақантай Қараөткел қырғыны сынды поэмалары жарық көрген. Сәлеметсіз бе ата? Балапан анасы қаламгер кітапханасынан сіздің кітап әлеміңізге саяхат жасауға келдім. Қош келдің, айналайын. Мен сіздің өлеңдеріңізді кітап оқулықтарынан, балаларға арналған журналдардан жаттадым. Бәрі келді. Кәне, айта ғой, жатқа білсең. Күнделік бірге барып классқа, бірге үйге қайтады. Оның бетін кім ашса, әр бағанды айтады. Бес кетпесе бетімен сүйсіндірер талайды. Көз ашпаса екіден күнде жерге қарайды. Оқы десе енер, маубасерте не білер? Кімнің қандай болары күнделіктен көрінер. Ой, бәрі келді, кәне маңдайды көр. Сен өзің қай мектепті оқисың? 65-ші мектеп. Жақсы оқисың ба? Иә. Күнделігің ұялмай ма сенен? Жоқ. 4 пен 5, иә? Иә. 5 көп шығар. 5 көп. Бәрекелді. Осылай болу керек міне қазақтың балалары. Ең алғашқы оқыған кітабыңыз есіңізде ме? Мен Сәбит Мұқановтың Ботагөз романын оққам. Сонда айтады Ботагөзде. Күн аяқталғанда күн көзіндей жарық бар, Ботагөздің көзінде терегей теңіз тарих бар, Ботагөздің сөзінде дейді. Онан кейін оққан кітабым Жамбылдың өлеңдері. Онан кейін оққан кітабым мен Абай. Бір Абайды түсіну ол кезде, бастауыш класста оқып жүрген кезде, бастауыш сыныптарда қазіргі сендер шашқан айтқанда біз, ол кезде класс дейтінбіз. Өте ауыр болды. Абай енді терең ақын, философиясы бар. Бірақ анау Кіріліктен аудармалары бар, шөп. Соны мен жақсы көретінмін. Онан кейінгі қазақ ақындарын оқыдық, әлем ақындарын оқыдық. Сөйтіп жүріп өзі ақын болып кеттік. Кітапханаңыздағы ең құнды кітабыңыз қандай? Балам енді ең құнды кітап деп кесіп айтуға болмайды. Мен үшін осы кітаптардың барлығы құнды. Әр кітаптың өзінің орны бар. Әр кітаптың өзінің табиғаты, әр кітаптың өзінің салмағы бар. Сондықтан Тауарих Хамса деген кітап болған. Қазір мен жерден таба алмаспын. Ол Құрманғали Халид деген кісі болған. Мынау Аягөзде өмір сүрген, Абаймен бірге Семейде бірге оқыған бастауыш Ахмет Риза медресесінде. Сол кітап өте тарихи кітап менің қолымдағы. Сондай-ақ көне кітаптар бар. Мысалы, анау араб әріпменен қазір Байтұрсынов өте жазу дейді. Сонымен жазылған кітаптар түрменен жоғары жаққа қарайтын болсаң, оның ішіндегі жаңа көне жырлар, мынау қазақ батырлары туралы кезіндегі, Абылай жөнінде, Абылай заманындағы, мынау кеңес заманындағы халыққа көп таралмаған кітаптар, оған тыйым салған ол заманда қазақтың батырларын, Қабанбай батырлар, басқа Бөгенбай батырлар туралы жазылған кітаптарды. Онан кейін Мағжанның кітабы мысалы, мынау Ахмет Байтұрсыновтың, Миржақып Дулатовтың кітаптары мен үшін өте қымбат. Өйткені біз оның бала кезімізде, сенде кезімізде бізге оқытқан жоқ. Халық жауды барлығына тыйым салған. Мына тәуелсіздік алғаннан кейін ол кітаптардың бәрі қайтадан халықтың қолына тиді. Міне осы кітаптар мен үшін өте қымбат. Балапан телеарнасының сіз сияқты ақын болғысы келетін кітапқұмар көрермендеріне қандай кітаптар оқуға кеңес бересіз? Қазір көптеген балалар кітап оқымайды. Ең қиын нәрсе сол. Менің жанымда ауыртады.
Сондықтан мынау кітаппен дос болу керек бала. Кітап адамның өмірінің ең мәнді мағынасы. Ады көкірегіңе сәуле құятын, ақыл ойыңды кеңейтетін, еліңнің тарихын үйрететін, кісілікке баулайтын, парасатқа баулайтын ол кітап. Кітаптан қымбат, кітаптан киелі, кітаптан асыл еш нәрсе жоқ. Кітаптан олы елші жоқ. Кітап оқу арқылы, мысалы, мен өзім әлемдегі талай елдер бар. Өзім бармаған, өзім көрмеген елдер бар. Бірақ солардың бәрін мен тура көзбен көргендей, алақанымдағыдай біліп отырам. Не, қалай біледі дейсіз ғой? Ол кітап арқылы. Кітап сол елдің тарихын саған үйретеді. Кітап сол елдегі үлкен ұлы ақындарды, ұлы жазушыларды, ұлы адамдарды, оның өмірі қандай, тіршілігі қандай. Соның барлығын мен кітап арқылы біліп отырам. Кітапханаңыздағы ерекше адамның қолтаңбасы қойылған қай кітап? Мысалы, менде кезінде Мұқағалидың қолтаңбасы бар кітабы болған, Мұхтар Мағауин, Кекілбаев, атақшы Сайын Мұратбеков, Қалиқан Ысқақов, Оралхан Бөкеев, сол сияқты өзім көзіммен көрген. Мен Ғабитті көрдім, Ғабит Мүсіреповті, Сәбит Мұқановты көрдім, Ғабиде Мұстафинді көрдім, үлкен жазушыларын. Ілияс Есенберлиннің кітабының маған қолтаңбасы бартын. Олардың бәрі қиында. Мен қазір бірнеше қолтаңбамды көрсетейін саған. Мысалы, елбасының қолтаңбасы бар менде. Көресің бе қазір? Міне. 2003 жылы, мысалы, қарашаның 3 күні мен елбасының қабылдауында болдым. Сол кезде сол кісі маған өз қолымен жазып берген. Міне, Несіпбекке дейді, міне, еліңнің тәуелсіздігіне қосқан үлесің, ол өлеңдерің мен ойларың, табыстар мен денсаулық тілеймін. Нұрсұлтан Назарбаевты қойған. Қандай күшті? Ол күшті, бұл әрине. Бұл тарихи кітап мен үшін. Сондай-ақ менде Жарасқан Әбдірашев деген қазақтың үлкен талант ақыны болған. Бізбен замандас. Соны жазып берген несін оқып берейін мен сен. Бидейді міне, Жарасқан марқұм. Қайтып болып кеткен болаған. Қаламдас дос, қаршадайдан өлеңнің ыстық суығын бірге көріп келе жатқан Несіпбекке ұзақ уақыт бірге жүруге жазсын деген тілекпен жарасқан дейді. Бұл бәр. Енді қазақтың тағы бір ұлы жазушысы маған өзі өте жақын жүрген ағам болған. Ол кісі де қайтыс болып кетті. Мысалы, қазақтың күй өнері дейді. Мысалы, қазақтың жазбаша тарихы деген 6 том кітабы тұрған арада. Ұлтына керемет еңбек еткен Ақселеу деген ағаң болған. Мұны 2002 жылы міне қараша айының 11 күні беріпті. Бауырым Несіпбекке ағалық ақ көңілмен ұсынамын дейді. Ақселеу атаң міне. Ол кісі енді ерекше адам. Қазір Ақселеудің атында мектеп бар, білесің ғой Астанада. Бұл кітаптардың барлығы тарихи жәдігер екеніне сенімдімін. Әрине, сондықтан мен саған бір тарихи демекші, мынандай кітапты көрсетейін. Мынау Мұхамеджан Тынышбаев деген атаң. Мына қазақтың темір жолы бар ғой қазіргі. Түрік Сибір темір жолы дейді ғой, түрік дейді. Соны салған бас инженер адам. Қазақтың 37 жыл, 38 жыл бұл кісіні атып жіберген. Жаңағы Совет үкіметі. Мына сол кісінің жазған міне қазақтың тарихы туралы, қазақтың шығу тегі туралы жазған кітабы міне. Бұл ерекше кітап, мысалы, менің қолыма түсті. Сондай-ақ айтайын, анау 60-60 жылдар, 59 жылдар шыққан Байронның кітабы бар. Менде міне. Бұны аударған, бұл атақты ақын, ағылшынның ақыны. Бұны аударуға қазақтың көп ақындары қатысқан кезінде. Менде міне өз жыртылған біреудің қолынан алған мен осы Байрон. Байронның өлеңдерін әсіресе керемет аударған адамның біреуі Ғафу Қайырбеков. Алесем-ай, айналайын келгеніңе көп рахмет. Өзің бір зейінді, ақылды бала екенсің, кітапты жақсы оқиды екенсің. Мен балапан арнасына мына бір кітабымды берейін. Арқа тірек деген поэмалар жинағымды өзіңе жазып берейін. Ал, өркенің өссін. Міне балапан арнасына менен тәбәрік. Ал, аман бол, сау бол, жақсы оқы. Бұл кітапты міндетті түрде оқимын. Әрине,
Sen мына өзүңнүң достарыңа, сыныптас балаларыңның барлығына кітап оқы деп айтып жүр. Жақсы кітапты іздеп жүріп оқыңдар. Сонда үлкен, зейінді, зерделі азамат боласыңдар. Достар, біз жаңа ғана Несіпбек ағамыздың үйіне барып, осындай тамаша кітапты сыйға алдық. Балапан телеарнасының кітапхана қоры тағы да бір қызықты кітаппен толықты. Ал біз кітап әлеміне саяхатымызды жалғастырамыз. Келесі кездескенше достар, сау болыңдар!